Құлпырып кетсің. Сен кімсің? 뭐야? Не? Танымайтын түп танытқаның не? Арнайы АБК студиясының ұсталдады ұстағандары Ако және Эмма. Түпнұсқа және көшірме. 18-ші бөлім. Қалғандар қашан келеді? Балдарды айтасың ба? Қашан келесің? Мекен жайды жазып жіберші. 지금 출발. Біз бара жатырмыз. Бүгін кездесесіңдер ме? Мен де барғым келеді. Мен бірге барайық. 가자. Келмеңдер. Неге келмей дедің? Неге 김하나는 әмиені дәл сенікіндей? 화장품 사는 거야? Оны мен сыйлағанмын. Ғажайып. Бәрі мені Кимхананың көшірмесі деп санайды. Ал сенің ойыңша мен емес, ол мені қайталайды. Ал менде ондай дүниелер жоқ. Ондайдың бәріне шаршадым. Хана, бүгін немен айналысасың? Бүгін? Мүмкін қыздармен айналып қайтармыз. Бүгін достарыммен қыдырам. Мыналармен. Шын ба? Қайда кездесесіңдер? Біз бе? Алаңда. Ендеше бірге барайық. Жақсы, кеттік. Сәлем. Менің жағдайым жақсы, өзің қалайсың? 넌 안녕하냐? Балалар қашан келеді екен? Келе жатыр. Ебо! Чаги! Мынау Эндри мектебінің оқушысы, Пакеджи. Ал мынау менің достарым, біз бір мектепте оқимыз. Сен Джойон емессің бе? Джойон деген кім? Білмеймін. Екі мың 16 жыл, 8-ші сынып. 자, 집중. Сөзі доғарыңдар, даже екінші бетті ашыңдар. Сәлем. Сәлем. 22페이지 피타고라스의 정리와 도형. Не болды? Әжетханаға барғың келіп тұр ма? Әлде ауырып тұрсың ба? Үй тапсырмасын орындадыңдар ма? Кейінірек бәрін тексеремін. Ким Джойон, 피타고라스의 정리. үй тапсырмасын орындадың ба? 피타고라스의 정리. Бері тұршы. 길이가 각각 ABC인 삼각형. Сен орындамадың ба? Иә. Бергің келмей ме? 제곱 플러스 b 제곱인 관계가 성립하면 이 삼각형은 жоқ. 변의 길이가 c인 삼각형이다. 여기 칠판에 있는 그림 참고하면 되고. Міне. 지문 2로 넘어갈게요. 피타고라스의 정리를 이용한 직각삼각형의 성질. 각 A는 90도인 직삼각형 ABC일 경우의 성질은 지문 1, AD, BC일 때, 지문 2, 점 DE가 AB, AC 위에 있을 때, 지문 2, BE 제곱 플러스 CD 제곱 이꼬르 DE 제곱 플러스 BC 제곱. 지문 3, 피타고라스의 정리를 이용한 사각형. Бүгін тағы да тапсырманы көшіріп бердім. Тағы да ма? Күнде біреудің көшіреді екенсің. Ол тағы да үй тапсырмасын көшіріп алыпты. Ей, екі түрлі нәрсе киіп алыпсың ғой? Иә. Таңертең көзімді аша алмай жүріп осылай киіп алыппын. Сен өзіңе сенімді едің. 예쁘지 않냐? Әдемі, иә? Енді ылғи осылай киемін. Басқа адамдардың сөздеріне 같은 건 құлақ аспайтын едің. Бұл не? Керемет. Әдемі ғой. 부러웠다. 자기 Басқа 자리가 біреудің 아닌 орнында 자리에 отырсаң да, 앉아 있어도 доханаға бәрі жараса кетеді. Елдің 자석처럼 назарын өзіңе аударта алдың. 몰려붙는다. Өте әдемі. Нөмірі қандай? Астында болуы керек. Сол жерінен қарап көрші. 빈티지 로즈? 헐. 야, 솔직히 Мына жерде керемет, иә? Иә. Ғажап қанық түс. Әдемі, иә? Өте керемет. Хана.
сурет салуды қойшы. Кешірші, әдет болып кетіпті. Саған сурет үйірмесіне қатысу керек. Ол үшін өнер мектебіне түсу қажет. Айтпақшы, кітабымды қашан қайтарасың? Ұмытып кетіппін. Оның есімі қандай? Көріскенше. Ол кім? Қайда тұрады? Сен басқа көшеге көшіп кеттің бе? Иә, шын ба? Каннамда тұрған күшті шығар. Оның еш айырмашылығы жоқ. Мен кеттім. Көріскенше. Маған да сендей болу қолымнан келер ме екен? Әдемі, е? Енді ылғи осылай киемін. Өте қызығамын. Себебі сен көпшіліктің бірінде емес, басқа кейіпкердей өмір сүресің. Джоян, кешкі ас ішеміз. Мен аш емеспін. Неге тамақтанғың келмейді? Тамақ ішіп одан кейін сабақ қарауың керек. Маған салмақ тастау керек. Құлыным-ау, о не дегенің? Сенде қайдағы салмақ? Әже, менің есімімді қашан ауыстырамыз? Балгер есімімді ауыстырсын. Міне солай деп еді ғой. Бірақ сен қарсымын дедің емес пе? Бірақ менде бәрі жақсы көретін. Бәрі қызға қарайтын. Назар аударатындай. Бас кейіпкер секілді адам болғың келді. Көпшіліктің бірі сияқты емес. Тура Хана секілді. Бас кейіпкер болғың келді. Есімімді ауыстырғым келеді. Мен де Хана секілді. Тең жоқ жалғыз болғым келеді. Қане жақсы, ауыстырайық. Ал қазір есе тамақ жейік. Жоқ, қаламайым. Жүрсең, енді тамақ жейік, онсыз да шыбықтайсың. Тұра қой. 9-шы сынып, 1-ші тоқсан. О, сұлу екен. Сенің есімің кім? Менің есімім Борам. Мен Ким Ханамын. Есіміңде өте әдемі екен. Есіміңді кім қойды? Не? Отбасында жалғыз қыз болғандықтан әкем қойды. Отбасыңда жалғызсың ба? Қандай күшті. Менің әпкем мен інім бар. Оларды кейде өз қолымен өлтіріп тастағым келеді. Сондай сұлу екенсің. Бірінші болып сөйлемесем де бәрі маған тартылды. Қайда түсесің, кім болғың келеді, шаршап кеттім. Мен кәсіби геймер болам. Ей, ата-анаң бұған рұқсат берді ме? Маған бәрібір. Боламын дедім бе, боламын. Жақсы екен, бәрін шешіп қойыпсың. Суреттен басқа қосымшаларға барып жүрсің бе? Жоқ. Қолым босамай жүр. Жақсы екен. Бірінші болып мен емес. Мен де өнер мектебіне барсам бекен. Бәрі маған қызға қарады. Өнер мектебіне түсе салу оңай дейсің бе? Өзіңді таныстыр деп жатса қайтемін. Қолыңнан келеді ме? Қорқпа, әрекет ет. Жолым болып кетсе екен. 9-шы сынып, 2-ші тоқсан. Дохана мен Кимхана бір сыныпта оқиды ма? Оларды енді қалай атаймыз? Кимха, Доха? Хана! Біз бір сыныптамыз. Сен де Ханасың ба? Сен де Ханасың? Ол да Хана. Иә, екі Хана. Сәлем. Мен шынымен де. Сәлем. Шынайы Ханадай. Хана атандым. Сен Джоян емессің бе? Мен саған керемет құлпырып кетіпсің. Сен кімсің? Не? Танымай тұрғандай түр танытқаның не?
Бірақ түпнұсқа мен көшірменің арасында айырмашылық бар. Жоқ, қателескен боларсың. Ол жай ғана кемхана. 얘는 김하나야. Жоға. Бұл Ким Джион ғой. Сен есіңде жоқ па, бір қосымшаға барып едік қой. Мен қанша тырысқаныммен 가짜는 қосымша 진짜 түпнұсқадай бола алмаймын. Мен ылғи үй жұмысын көшіретін қыз. Сен де сурет үйірмесіне қатысасың ба? Сен неде кеттің? Оған не болған? Сен де сол қосымшаға бардың ба? 2 жыл бұрын? Сен неге адамды шатастырып тұрсың? Ол Джойон. Жоқ, ол Хана. Ей, Хана. Бірдеңе десеңші, солай емес пе? Сен Джойон емессің ғой. Солай ма? Бізбен бірге тамашалағандарыңызға рахмет. Достағандар, Ако және Эмма аударған Улбой концепт тобына алғысымызды білдіреміз. Есіміңді ауыстырып тастағансың ба? Сөзім жоқ. Сұлуланып кетіпсің. Әлде ота жасадың ба? Ей! Ей, Кимхана. Бүгін қосымшаға баратын күніміз емес пе? Не? Тездетейік. Кешіріңдер, бүгін қолымыз бос емес. Өтірік айтпа дедім ғой. Ей! Мен үшін өтірік қам жеме. Мазақта етпе. Жай ғана көңіл аударма да, бар да, басқалар секілді... 괜찮아?